Біздің арнаға қосыл. Біздің арнада махаббат хикаясы айтылатын болады. Бұл жерде Шолпан атты бойжеткенмен Сауран атты ер жігіткеннің махаббат хикаясы және үштікке кірген Арман атты жігіттің өмірі айтылатын болады. Сіздің де өміріңізде осындай жағдай болған болса, комментарийға жазып қолдап кетсеңіздер болады. Бұдан кейін қандай оқиғаларды естігілеріңіз келеді, соны жаза кетіңіздер. Бізге тіркеліп қойыңыздар. Бұдан кейінгі шығатын шығарылымдарды өткізіп алмау үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Ал біз бастадық. Шын ғашықтық қосылмайды. 15 жыл, бақандай 15 жыл өтіпті. Уақыт шіркін бір орында тұра алмайды. Неткен зымырап жатқан өмір. Кеше ғана жап-жас болып, алғашқы сезімді бастан кешіріп отырған Шолпан қазір көп балалы ана. Күндегі күйбең тіршілікпен қолы босамайтын Шолпан бүгін ескі суреттерді ақтарып отырып, осыдан неше жыл бұрынғы суреттерін көріп, неткен күндер еді. Қызығы мен шұжығы мол жылдар деп бір күрсініп алды. Шолпанның 18 жас болатын. Мектеп бітіріп, оқуға сырттай тапсырып, енді ғана жұмысқа тұрған кезі. Стадионда іс-шара болатын болып, әр мектептен жиналған жастар, қыздар бір топ болып, ұлдар бір топ болып бөлініп тұр. Сол ұлардың арасында Шолпанға көзінің қиығымен қарап, Сауран да тұр. Бірақ Шолпан ол кезде өзіне көз алмай тұрған жас жігітті байқамады. Арада 2 апта өткенде үй сым тетігіне бір жігіт хабарласып, Шолпанды сұрап тұр. Дауысы ерекше әдемі жігіт екен. Үйінде әкесінен басқа ешкім жоқ. Шолпан бұл бейтаныс жігіттің кім екенін білгісі келді. Неге екенін белгісіз, бұрын соңды ешкіммен телефон арқылы таныспаған Шолпан бұл жолы басқаша еді. Бір жағынан зерігіп отырған ба, дауысы ерекше жігітке кім екен бұл дей салды. Ар жақтан әдемі дауыс: Шолпанмен сөйлесуге бола ма? Я, мен айта беріңіз. Менің сізбен танысқым келіп еді. Сол үшін хабарласып тұрмын. Я, сонымен кім болдыңыз? Менің есімім Сауран. Сіздің нөміріңізді сыныптасыңыздан алдым дейді. Жөн сұраса келе, бұл жігіт өткенде стадионда бір топ жігіттің ішінде болған еді. Бір көргеннен ұнатып қалдым. Кім екеніңді әрең іздеп тауып алдым деп ағынан жарылып отыр. Зерігіп отырған Шолпанға да қызық болып тұр. Не айтар екен деп, солай екеуінің таныстығы жалғасын тауып, әңгімесі жараса кетті. Сауран күнде кешке 9-да хабарласып, 12-де қоятынды әдетке айналдырды. Шолпан Сауранның түрін де көрмеді. Бірақ бұл ерекше дауысты жігітті кім болды екен деп сұрастырып көрді. Сұрастыра келе Сауран Шолпанның сыныптасымен бір мектепте жұмыс жасайтын болып шықты. Өзі бір бақуат отбасының жалғыз ұлы екен. Тұр келбеті де сурет арқылы көріп алды. Орта бойлы, бидай өңді жігіт екен. Күліп тұрған суретін көріп еді, күлген өзіне жарасып, жылы жүзді екен көрініп тұр. Тұр сипатына көргенмен хабарласып сөйлескен кезде ескі таныстарымен әңгіме-дүкен құрып отырған сезімді болады. Сөздері де жарасып, күннен күнге бауыр басып жатқанын байқамады да. Күнге хабарласып тұрып, ерекше ықыласпен сөйлесті. Шолпанды өзіне баурап алды. Күнде сөйлессе де Сауран үндемей қалмайтын. Шолпанға айтары көп еді. Ешқашан сөзі таусылмаған еді. Ағынан жарылып, күні қалай өткенін айтып, Шолпанның да жағдайын сұрап қояды. Бұл таныстық Шолпанның да көңілін көтеретін еді. Ертеңіне аяқ асты Сауран Шолпанның жұмысына іздеп келді. Бұлай боларын білмеген Шолпан аптырап қалды. Келіп тұр екен. Амал жоқтан сыртқа шығуға мәжбүр болды. Екі беті қызарып, ұялып қасына барды. Шолпан табиғатынан тұйық, ұялшақ қыз болатын. Шолпанның ұялғанын байқаған Сауран жымиып бір қарады да, телефонда сөз бермеуші едің, саған не болды деп әзілге айналдырып жіберді. Шолпан да жымиып бір қарады да, көзін төмен түсірді. Расында телефонмен бір бөлек, бетпе-бет мүлдем бөлек екен. Екеуі көп сөйлеспеді. Жай амандасып қайта кетті. Бұл тек екеуінің жақыннан бір-бірін көрген кезі болатын. Сауран суреттен қарағанда емес, одан көрі сымбатты екен. Сөйлеген сөзі, жымиған бәрі өзіне жарасып тұр. Бұл күннен кейін Сауранның сөзі өзгере бастады. Шолпанды жақыннан көрген соң, енді сезімін білдіре бастады. Бір көргеннен ғашық болды. Бұрын соңды бұндай жағдай болмаған. Бір көргеннен ғашық болу жалған деп ойлаушы едім. Жоқ, олай емес екен. Ол рас екен дейді. Болды. Сауран ешқашан өз сезімін жасырмады. Шолпанның күнде есіне салып отырады. Өзіңді сүйген қандай бақыт десеңші. Сауран шын мәнінде ғашық еді. Оның ғашықтығын алыстан сезілетін. Ол кезде Шолпан қатты түсінбеді. Бірақ қазір қарап отырса, Саурандай Шолпанды ешкім сүймеген екен. Сауранның екі көзінің бірі Шолпанда өмір бойында аялап өтемін деуші еді.
шын жақсы көрген адамның махаббаты көзінен көрініп тұратыны рас екен. Одан бұрын, одан кейін ешқандай ондай жылулық дәл Сауранның көзіндей махаббатты сезінбеген Шолпан дәл қазіргі уақытқа да терең бір күрсініс сол кезде есіне алады. Кейде бір жылап алатын да бар. Уақыт қайта келсе, мүмкін бәрін басынан бастар ма еді. Сол кезде неге олай жасамадым деген ойлар келді. Бірақ бәрі кеш өтті кетті. Енді ол жастық шақ қайта келмеске кетті. Шолпан жастайынан ұят болады ма? Өскен қыз ұят болады деп тәрбиеленген де болады. Сауран қанша өзінің жақсы көретінін айтса да, Шолпанның ішкі жан дүниесі кері тартып тұрады. Бұрын соңды еш жігітпен сөйлеспеген, кездеспеген Шолпан кездесуді өзіне қорқады. Алайда Сауран Шолпанға сөз салуын тоқтатпады. Қыз бен жігіт болып қол ұстасып жүрейік дейтін, бірақ Шолпан кері тартып тұрады. Айтатыны күт, мен әлі дайын емеспін дейтін. Сауран оған дайын, күте алмаймын десе, Шолпанның да қыз назы бар. Онда сөйлеспей-ақ қояйық дейтін. Солай екеуі біріне бірі бақыт тілеп, енді хабарласпаймыз деп уәде беріп тұтқаны қоятын. Тұтқаны қойған соң Шолпан бір жылап алады. Жүрегінің бір бөлшегі суырылып кеткендей болады. Ішінде Сауранды ұнатуы бар, бірақ оның сыртқа айта алмайтын еді. Оның үстінде қыз болған соң шыдап қайта кері қоңырау шалмайды. Арада бір апта өтер-өтпес Сауран қайта хабарласады. Шыдай алмадым, сенімен сөйлеспесем тұра алмаймын. Ең бастысы кездеспесем де даусыңды естейінші дейтін. Бірақ сөйлескен сайын саған деген сезім күннен күнге өршіп барады. Мүлде өз өзімді ие бола алмаймын. Сені ұмыта алмайтынымды, бауыр басып баратынымды не істесем болады деуші еді. Ондай кезде Шолпанды жүгіріп-ақ барғысы келеді. Құшақтап алғысы келеді. Бірақ әттең ұялшақ қорқақтық басым бұрады. Солай күнде сөйлесіп, анда-санда көшеде бір көріп қалу бұлар үшін бір бақыт еді. Міне солай уақыт зымырап өте берді. Уақытта зымырап күт деп жүріп-ақ неше жыл болыпты. Сөйлесіп жүргендеріне 5 жылда болды. Сауранның айтатыны сол баяғы әңгіме. Ешқашан бір сөзінен таңбаған емес. Тек сүйемін, жақсы көремін, аялай өтемін. Мына қысқа өмірде екеуміз бақытты болсақ екен дейді. Шолпанның да сыртқа шығармаста ішінде тілейтіні сол. Бірге болса, бақытты болса деп армандайды. Уақытты тағы зымырап өз дегенін жасай берді. Бір күні Шолпан жұмысқа отырғаны сол, қасына таныс қыз жүгіріп келді. Қалайша отырсың? Сауран кетіп барады екен ғой, білесің ба? дейді. Қайда? Астанаға. Қойшы, жайыңмен болу керек. Жоқ, расында солай екен дейді. Не сенерін, не сенбесін білмеген Шолпан сол жерде отыра қалып жылады. Бұлай жасаған нес? Неге айтпады екен? Мен 5 жыл жай сөйлескеніме деген неше түрлі ой келді. Өзі не істерін білмей жылағанын басты да Сауранның өменіне теріп басты. Арғы жағынан өзіне тыныш жылы дауыс алло деп тұр. Шолпан амандаспаған күйі. Неге айтпадың? Кетіп бара жатқаныңда. Қайдан естіп қойдың? Кешкісін айтамын деп отыр еді. Резюме тастағанмен енді хабар келді. Саған айтып үлгермедім. 10 күннен кейін жолға шығамын деді. Сенің бүгін кетіп бара жатыр деп естідім. Олай емес. Бүгін енді хабар келді. Осы адамдар қайдан естіп қояды екен, а? Деп арасында күліп алды. Мені қимай хабарластың ба? Жаным сол. Ұзақ емес, бар болғаны 1 жыл. Тәжірибе алмасуым керек. Не керек? Жүрегі алып ұшқан Шолпан кішкене басылып. Жарайды. Кешкісін сөйлесерміз деп тұтқаны қойды. Тұтқаны қоя сала, ұят болды-ау, неге хабарластым екен? Ұнатып қалғанымды біліп қойды ма екен деп Шолпан өзіне өзі ұялып тұр. Содан кешкісін Сауранды хабарласып, екеуі ұзақ сөйлесті. Соңында кетпей тұрып, сенің жауабыңды алып кетейінші деді. Шолпан да Сауранды қимайды. Неше жыл күтіп дегенмен күнді. Ғашық екенін көзі жетті. Мүмкін менің бағым осы болар деп бұл жолы Шолпан жарайды деді. Бұл сөзді естіген Сауранның қуанған сол кезде сөзбен айтып жеткізу қиын. Неше жылдан кейін сүйген қызының бір ауыз сөзін алу үлкен бақыт еді. Сол күні қазір барайыншы, 5 минутқа шықшы өтінем деді. Шолпан да жарайды деді. Тұтқаны қоя сал. 10 минут өтер-өтпес Саураннан келіп тұрмын деп хабар келді. Шолпанды алып ұшып үйден ата-ананы қашып шыққандай жүгіріп шыға қойды. Сыртқа шықты. Сауранның 2 езуі 2 құлағында қуанғаннан бал-бұл шайнап тұр. Шолпан қасына жақындап амандаспақшы болып қолын берген сол
Сауран шолпанды өзіне қарап тартып алып, қапсыра құшақтап алып, жіберер емес. Шолпан біреу көріп қоймасын деп қысылып тұр. Сауран оның ешбірін мән берер емес. Неше жылғы арманы орындалған ұзақ уақыт шолпанды құшағынан шығармай, құшақтаған кезде жақын адамның жылуын сезінесің деген рас екен-ау. Өзі ұялып тұрса да құшақтай берсе деген ойда болды. Шолпанның өзінде ерекше бір сезімнің болып жатқанын байқап тұр. Махаббат деген шіркін, сөзбен айтып жеткізе алмайтын құбылыс қой. Солай қапсыра құшақтап тұрғаны да 4-5 минут болды. Сол аралықта неше жылғы күткен ғашықтар сезімі байқалды. Жайлап құшағынан жіберген соң өзінің бақытты екенін, оған үлкен бақыт сыйлағанын бірін-бірі айтып жатты. Сен келіскен кезде 1 минутта отыра алмадым. Сені көргім келді. Неше уақыт көз алдымда жүрсең де, осылай бір құшақтап арман еді. Неше жыл күткен орындалып деп соған асыға келді. Жаным менің, мен сені сүйемін. Мендей сені ешкім сүйе алмас. Менің махаббатым шексіз деп ағанан жарылып жатыр. Сауранның іші толып қалған екен. Ішіндегінің барлығын айтып ақтарды. Ал шолпан бұл сөздерді естіп бақытты екенін сезініп отыр. Кездесулері болар болмас 15 минутқа созылды. Шолпан үйіндегілері іздеп қалмасын деп қайта үйіне кірді. Артынан қимай Сауран қарап тұр. Арада 1 апта өткен соң Сауран аяқ асты кететін болды. Әкесі билетті ертерек алып қойған екен. Барып орнығамын дегенше уақыт өтіп кетеді деді. Кетер күні Сауран шолпанның жұмысына келді. Өзінің аяқ асты кетіп бара жатқанын ескерту үшін шолпанның жұмысына келді. Өзінің аяқ асты кетіп бара жатқанын ескертіп кету үшін келіпті. Келді де шолпанның ұзақ қарап, қолынан қысып кетті. Құшақтағым келіп тұр, әттең саған сөз келеме деп тұрмын. Жұмыстағыларыңа ұялып тұрмын деп, өзін әрең ұстап, қоштасып кетті. Сауран кеткеннен шолпанның көңіл күйі бұзылып, қимастық сезімі болып, оңаша отырып, әбден жылап алды. Еш басылар емес, өзін әрең тоқтатты. Не керек, Сауран Астанаға барып, орналасып, жұмысқа кіріп кетті. Уәдесінде тұрып, күнде кешке хабарласып тұрды. Әдеттегідей ғашықтар тұтқаны қимай қоятын. Бастапқы жарты жыл күнде хабарласып болып тұрды. Сауран соңғы уақытта 2-3 күнге хабарласатын шығарды. Шолпанға күнде Сауранның күтіп отыратын. Әбден бауыр басып қалған Шолпанға 2-3 күн өте ұзақ еді. Кейде шыдай алмай Сауранға өзі хабарласатын шығарды. Сауран кейде хабарласуға қаражаты болмай деді. Кейде жолдастарымен кешкі серуендерге жүретін. Қасында қыздардың дауысы шықты. Сауранды қызғанып қалатын. Бірақ онысына білдірмейтін. Жарайды, хабарласамын, сосын деп қана қоятын. Қоя салып қайта жылайтын. Мені ұмытады дейтін. Қалаған барып, басқа қыздарды көріп маған деген сезім өше бастады ма дейтін. Соңғы уақытта Шолпанды көп жылап жүр. Біресе өзінің ойы мазасы бермейді. Біресе қасындағы әріптес қыздары маза бермейтін. Айтатын, Сауранның атастырған қызы бар екен. Астанада тұрады. Сонда екеуі кездесіп жүр екен. Өте бай жердің қызы, келесі жылы үйленеді екен дейді. Бұл сөзіне кейін Сауранның сөзі еске түсетін. Ең алғашқы танысқандары. Мен оны әдемі қызға немесе ең бай қызға үйленемін деген сөзі бар еді. Сол кезде сол сөзді қайта есіне түсірді. Мүмкін бай болғысы келген болар. Мейлі, арманы орындалсын деді. Өзін қанша қиналса да ұстап, түні жылаумен өтеді. Шолпан соңғы уақытта хабарласуды қойды. Кейде Сауранның дауысын қатты естігісі келді. Құрбысының телефонымен хабарласып, шатасып кетіппін деп салатын. Басында қанша қиналса да соңында өзін жеңді. Неше айда бәрі жылағанын басылды. Өзін сындырды. Менің бағым емес екен. Күтпе, керегі жоқ. Өйткені ол басқаға үйленбекші. Сол үшін хабарсыз кетті. Сенсіз де оның өмірі керемет деп өзін алдады. Барлығы расында солай сияқты еді. Өйткені Сауранның хабарсыз кеткені еді. Арада тағы 5-6 ай өтті. Қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді демекші. Бұл кезде Шолпанға да құда түсіп жатқандар көп еді. Шолпанның ата-анасы да ақылдарын айтып отыратын. Қызым, жасың болса, тұрмыс құратын жасқа жетті. Ертерек тұрмыс құр. Таңдап жүре берме. Уақыт деген тез өтеді, шығады. Қыз баласы өмірге тұрмыс құрып, балалы болу үшін келді. Жас кезіңде, бетіңнің әрі бар кезінде өзіңнің теңін тап деді. Ондай кезде Шолпанның ойланып қалатыны расында. Жасым 25-те келді.
Сыныптастарымның жартысы көбісі тұрмысқа құрып кетті. Кішкентайлары бар. Бұлай жүре берсем жарамас деп көбісі тұрмыс құрып кеткен. Солай жүргенде қазіргі жолдасы Арманмен танысты. Өзі сымбатты ақ көңілі жігіт еді. Арман да Шолпанды әлеуметтік желіде суретін көріп ұнатып қалған еді. Арада көп уақыт өтпей бір шоқ гүлмен келіп жақынырақ танысып кетті. Шолпан Арманды көре салып жаман адам емес деп ойлады да қойды. Көп ұзамай Арманды хабарласуын тоқтатпады. Шолпанның тұрмысқа шығуы өтінді. Бақытты етемін, алақанымды салып өтемін деп жүрді. Шолпан көп ойланбай Сауранмен неше жыл сөйлесіп, аяқталмағаны бар. Барлығын ой елегінен өткізіп, уақыт өткізбей, Арманды көп күттірмей Арманға келісімін берді. Бірақ соңғы уақытқа дейін ойы шашыраңқы болды. Бір ойы Сауранды күтсем, екінші ойы болды. Ол келмейді. Осы уақытқа дейін бір хабарын бермейді. Сонымен келісіп, тойға қызу дайындық кетті. Екі жас кездесіп, Шолпанды ұзату тойы белгіленді. Жұмысын тұрмысқа шыққанша реттеп кетейін деп отырған Шолпанның телефоны шырылдап кетті. Өзі селт ете қалды. Шолпанға белгісіз номер хабарласқан екен. Тұтқаны көтергені сол, алло деген таныс дауыс шыға келді. Шолпанның денесіне бір тоқ жүріп өткендей болды. Неше ай өткен соң дауысы сол қалпы, сол бір сөзбен өзінің неше жыл көз алдында өте шықты. Қалай ғашық болып, бауыр басқаны, қалай ұйқысыз жылаумен өткен барлықта көз жастары лентадай ұсақ өте берді. Ештеңе білдірмесе де, «Я, тыңдап тұрмын» деді. «Танымадың ба? Жоқ, кім екен?» «Мен ғой, Сауран». «Я, неге хабарластың?» «Дауысыңды естігім келді. Сені көргім келді. Мен қайтып келдім» деді. «Неге келдің? Неше уақыт хабарсыз кетіп, келген соң іздеп тұрсың ғой?» «Жоқ, сені бір сәтте есімнен шығарған жоқпын. Жағдай солай болып қалды». «Не жағдай? Неше ай хабарсыз кеткенің не болды? Осынша уақыт ішінде бір хабарласып жағдайыңды айтсаң болмас па еді? Оның бәрін кездескенде айтармын». «Бәрі кеш, енді кездеспейміз де». «Неге?» «Тұрмысқа шығамын. Той күнін белгілеп қойды». «Енді мазалама. Мен өзімді әрең жинақтап сені ұмыттым» деді. «Өзің қиналдым. Енді соның барлығын қайта басынан кешкім келмейді. Ренжімеші, олай болады деп ойламадым. Маған тұрмысқа шықшы, бақытты боламыз» деді. Бірақ бәрі тым кеш еді. Той күні белгілі, қонақтар шақырулы. Енді қайтары жоқ. Мен ата-анамды жерге қаратқым келмейді. Мүмкін екеуміздің жолымыз екі бөлек болған шығар. Мүмкін бірге болу бұйырмаған шығар, жазбаған шығар. Бірге болуды жазса, осынша жыл жүрмес едік. Ретін тауып қосылар едік. Өз жартыңды тауып бақытты бол деді. «Жоқ, олай етпеш. Мен сияқты сені ешкім сүйе алмайды. Мейлі, сен сияқты болмаса да, оны да алда көремін. Өткен кез өтті, кетті. Болды, артқа кері шегіне алмаймын. Сау бол» деп тұтқаннан қоя салды. Артында қайта хабарласып еді, нөмірді бұғатқа тастады. Неше жыл бауыр басып ғашық болған жан басқа болады ғой. Шолпанның іші алай-дүлей болса да, Сауранның хабарсыз кеткен есіне алып, неше түнін жылаумен өткізген кезін еске алды. Бәрін қайта басынан кешіп келмеді. Араға ай салып Шолпан тұрмыс құрды. Дүркіреп тұрып той болды. Жолдасы Арман да өз ойындағыдай шықты. Бір сөзді еш артық қылығы жоқ жан екен. Шолпанды өздігінен жақсы көреді. Не ішемін, не киемін демейді. Жағдайын жасап отырды. Араларында балалар болып, үлкен отбасыға айналды. Шолпан Сауранды сол күйі көрмеді. Кейде өзі оңашал қалғанда, жас кездері суреттерін көрсе, алғашқы махаббаты есіне түседі. Бір күліп, бір күрсініп еске алады.